Сәлем достар, сіздермен бірге Бану. Бүгінгі мен видеома қош келдіңіздер. Бүгін біз сыныппен киноға баратын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, маған лайк басып, подписать етуді ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды бастаймыз. Менің жалпы стилім осындай болып тұр. Қазір мен бірінші ағылшын курсқа барамын, потом магазиннен өзіме киноға жейтін заттар аламын. 12:30-да автобусқа отырып шығамыз. Короче, 11:30-да шығамын курстан. Потом магазиннен жейтін нәрселер аламын. Достар, мен курстан шықтым. Енді магазинге соғып, қазір жейтін заттар алып аламын. Артылғанын жинаймын или анашыма беремін. Сайдайды кызы. Автобустамыз. Достар, біз келдік. Короче, біз қазір «Бес бармақ» деген киноны көреміз. Бұл менің өте жақын подругам. Нулябайдан еще. Енді көрген жоқ? Түсірсей? Біз қазір осы «Бес бармақ» деген киноны көреміз. Мына жерде коньки бар, достар. Түрін көрсетсе? Мына жерде түсіріп аласың ба деп қорқасың ғой. Білесіздер, мына жерде попкорн, сусындардың бағасы удай екен. Не істеп отырсыңдар? Ya, şaşı verirsen. Ver yemiş mi? Apa ini arka otur. Yanına koyalım. Табиғаттағы еріген қар суындай асу әр тамшысында Реклама! мінсіз балансы мен жұмсақ дәмін жыл бойы сақтайды. Асу 365 күн үйлесімде бол. Жасың болса, мінеке қаншаға келді. Әлі бала сияқты шапқылап жүрсің. Не кетіп қатын? Назар ұшасың мін. Қыз сияқты қылығың жоқ қой сен. Мына түріңе бар ғой, сені бай да алмайды. Бай керек емес маған. Осы жексенімді үйлендіріп, бірақ оның бар ғой жасына, жамбылдың жасына жетіп қалды. Жексен қай жамбылды айтып тұр? 85-тегі шлаңғы жамбыл. Қайдағы көшенің айжан тұратын коммерсант жамбыл. Кешкісі бұзған тұр, ешесен. Шкималасыз. Что сын хочет ее заложить в банк. А вам знакомы такие ситуации?
сөйлесіп жатсың? мен тамақ істеген кезде всегда тамақпен сөйлесем да, әйтпесе ол ренжіп қалады да, сосын дәмді болмай қалады. Кел, мен саған көмектесейін. Жоқ, көмек керек емес, мен өзім жасай берем бәрін. Көмек керек емес пе? Жарайды онда. Керек көмек. Аңыз әңгіме айтайын. Давай. Баяғыда жаугершілік замандарда қазақтардың жаулары батырларымызды асқа шақыратын болған ғой. Сөйтіп уланған қасықпен ас жегізіп өлтіретін болған батырларымызды. Сөйтіп олар қолмен жейтін болған ғой. Аты да содан... Бош, тез. А? Не деген? Извините, можно счет? Кім чорт? А? Кім чорт? Сен бұл жерден чорт көріп тұрсың ба? Прошу прощения. Өзің кет сояққа, түсіндің ба? Мал. Сен не істедің? Біздің ресторанды жамандап қояды. Өзім ұстай алмай қалдым, қаным басыма шап кетті. Не істедің? А ты сядь. Угомонись, сядь, говорю. Вот он красавчик. Вот молодец. Хорош, басын сөз асырмайтын нағыз қазақтың намысы бар жігіт. Была, база жук. Должен радоваться, что у тебя есть такой повод. За твой ресторан как за свой переживай. Да. Красавчик. Ну, Мади, ладно, ты выиграл. Ну, хуже это все равно. Шықтық достар. Кстати, біздің видеомыз аяқталды. Сол үшін видеоға лайк басып, подписаться етіп, бізге комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока. Біз автобуста жарты сағаттай отырамыз. Үйімізге жету үшін.